Соғыстан кейін батыс Еуропа шығысқа қарағанда тезірек бұрынғы қалпына келді. Осыған тағы да үлкен себеп бар. Ол Американың неміс бизнесмендермен қандай қарым-қатынас жасағанында. Немістің атақты Hugo Boss фирмасы бар. Оны модный киімдері мен қымбат иіссулары арқылы танимыз. Бірақ олар 1933 жылы СС әскеріне осындай форма тігуге өте тиімді тапсырыс алды. Фирманың негізін қалаушысы Hugo Fernand Boss осымен шектеліп қалмады. Екінші дүниежүзілік соғысы басталғанда оның кәсіпорнын аса маңызды нысан деп жариялап, сол жерде бүкіл неміс солдаттарына форма тігіліп жатты. Ал жұмысты Франция, Польша, Украиналық соғыс тұтқындарына күштеп жасатқан. Соғыстан аман қалған адамдардың айтуы бойынша концлагерден айырмашылығы болмаған. Аштық, антисанитария, ауыр жұмыс. Партия мүшесі болып неміс армиясына форма тіккенім тек компания банкрот болып қалмау үшін ғана. Бұл Hugo Boss'тың соғыс біткеннен кейін ақталып айтқан сөзі. Енді сізге сұрақ, ресми денацификациялау бағдарламасы кезінде ақш Hugo Boss'қа қандай жаза қолданды? Фирмасын жауып тастап, ату жазасына кесті деп ойлайсыз ба? Жоқ, оны нацистердің көмекшісі деп дауыс беру құқығынан айырып, 80 мың марк айыппұл салды. Болды. Сосын ол қартайып қайтыс болды, фирма әрі қарай жұмысын жалғастырды, кейіннен әдемі костюмдер шығарды. Енді оны нацистер емес, әйгілі артистер киіп жүр. Осы Hugo Boss фирмасымен болған жағдай жалғыз емес. Американың парламентінде немістерді жеңгесін бизнесмендерін аяушылықпен қабылдауын мақсат қылып тұтып жүрген бір топ шенеуніктер болған. Себебі ол кезде немістерде бизнес жасайтын басқа мықтылар аз.